Бәрі теңіз мәңгілікке жоғалды деп ойлаған. Бірақ қазір су қайта оралып жатыр. Жағадағы ауыл оянып келеді. Бұл теңіз жағасындағы мұсылман ауыл. Бір кездері тұз бен кеме апаттарының шөлі болған. Солтүстік Арал теңізі сауға бастады. Соңғы қалпына келтіру жұмыстары. Бөгет, суды қатаң пайдалану, мұқият жоспарлау. Бассейнге миллиардтаған текше метр су қайтарылды. Солтүстік Арал қазір шамамен 20-24 миллиард текше метр суды ұстайды. Бұл бір жыл бұрынғыдан 5 миллиардға жуық артық. Деңгейлері ең төменгі нүктесінен шамамен 50% жоғары. Оның шетінде тұратындар үшін бұл жай ғана статистика емес. Торлары мен кәсіптерін жоғалтқан балықшылар ұсақ балықтардың қайта оралғанын көреді. Кеткен отбасылар қайта оралу туралы ойлануда. Теңіз жағасындағы бұл мұсылман ауылында күнделікті дұғалардың ырғағы. Рамазан, ораза айт күнтізбесі. Бүгінде бұл мерекелер жаңа үміт әкеледі. Сол сенім бірақ қалуға жаңа себеппен. Шенеуніктер қорғаныс бөгетін нығайтуды жоспарлап отыр. Жыл соңына дейін табиғатты қорғаудың келесі кезеңі басталады. Бұл жетістіктерді сақтап, ауыл болашағын қорғайды. Бұл бірден болмайды, қалпына келтіру шыдамдылықты талап етеді. Су мұқият шешімдер мен экожүйелерді емдейді, және қауымдастықтар да емдейді. Сондықтан мына жерді бақылаңыз, сенім толқындармен кездесетін. Бұл шағын ауыл үміттің теңізбен бірге қалай көтерілетінін